Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Бұл аудио дәрісімізде біз психология, ғылым және өмір тақырыбын тереңірек қарастырамыз. Экрандағы адам басының қабат-қабат кесінділерінен тұратын ерекше бейнесіне назар аударыңыздаршы. Бұл визуалды метафора адам табиғатының, оның ішкі әлемі мен психологиялық білімінің қаншалықты терең әрі көп қабатты екенін керемет көрсетеді. Біздің басты мақсатымыз осы психологиялық білімнің нақты анатомиясын зерттеу. Біз қарапайым, күнделікті тұрмыстық тәжірибеден бастап, қатаң, жүйелі ғылымға дейінгі ұзақ тарихи жолды бірге жүріп өтеміз. Адамзат баласы ғасырлар бойы өзін және өзгелерді түсінуге тырысып келді. Бастапқыда бұл тек интуиция мен күнделікті өмірдегі бақылауларға негізделген қарапайым түсініктер ғана еді. Алайда уақыт өте келе, бұл эмпирикалық, шашыраңқы білімдер жүйеленіп, нақты заңдылықтарға бағынатын қатаң ғылыми пәнге айналды. Бұл жолда қандай қиындықтар кездесті? Ғылым мен өмір бір-бірімен қалай тоғысады? Осы және өзге де маңызды сұрақтарға біз осы саяхатымыз барысында нақты жауап табатын боламыз. Ендеше адам санасының тылсым сырларын ашатын осы бір таңғажайып ғылыми сапарға бірге аттанайық. Вильгельм Вундтың жобасы. Келесі слайдта біз сана архитектурасы, Вильгельм Вундтың жобасымен танысамыз. Экранның сол жағындағы қағаздан жасалған қызыл жүрек пен оң жақтағы көк түсті рупорды көріп тұрсыздар. Психологияның дербес ғылым ретіндегі алғашқы қадамдары сананы одан әрі бөлінбейтін ең ұсақ атомдарға, яғни қарапайым элементтерге ыдыратудан басталды. Бұл іргелі бағытты неміс ғалымы Вильгельм Вунд негіздеді. Ол сананың күрделі құрылымын екі үлкен топқа бөлді: объективті және субъективті элементтер. Объективті элементтер бұл сыртқы ортадан келетін сигналдар. Оның ең қарапайым түрі түйсік, яғни бөлінбейтін жалғыз әсер. Мысалы, Вунд зертханасындағы метрономның бір ғана соғуы осындай түйсікке жатады. Ал осы түйсіктер бір-бірімен байланысқанда елес немесе күрделі бейне пайда болады. Екінші топ — субъективті элементтер немесе сезімдер мен эмоциялар. Бұл ішкі дүниемізден шығатын, әлгі объективті әсерлерді бояйтын, оларға өзіндік реңк беретін ішкі реакцияларымыз. Сонымен қатар, Вунд назар аудару өрісі ұғымын енгізіп, адам санасының бір уақытта қамти алатын элементтер шегін анықтады. Ол шамамен 3-6 элементті құрайды. Бұл жаңалық сананың шексіз хаос емес, нақты құрылымы бар механизм екенін дәлелдеді. Субъективтілікті өлшеу. Үшінші слайд бізге эмоцияның үш осы, субъективтілікті өлшеу тақырыбын ұсынады. Мұнда біз эмоцияларды басқаруға арналған өзіндік control panel немесе басқару тақтасын көреміз. Психологияда эмоция бұл жай ғана сезім емес, ол әрқашан нақты бір затқа немесе құбылысқа деген жеке қатынасымызды білдіреді. Вунд эмоцияны дәл өлшеудің үш негізгі осын ұсынды. Бірінші ось бағалау осы, ол қанағаттанбаушылық пен ләззат аралығын көрсетеді. Яғни кез келген құбылыс бізге не жағымды, не жағымсыз әсер береді. Екінші ось тонус немесе тіршілік әрекетінің физиологиялық реакциясы. Ол бір шетінде депрессия немесе тынышталуды, ал екінші шетінде қозуды білдіреді. Бұл біздің ішкі қуатымыздың деңгейін көрсететін көрсеткіш. Үшінші ось уақыт динамикасы. Бұл жерде эмоцияның уақытқа байланысты өзгеруі, атап айтқанда кернеу, немесе күту, мен зарядтан босау, жеңілдеу процестері қарастырылады. Мысалы, маңызды емтихан алдындағы қатты кернеу мен ол өткеннен кейінгі жеңілдеу сезімі осы оске жатады. Осы үш ось арқылы ғалымдар адамның кез келген субъективті эмоциялық күйін координаттар жүйесіндегі нүктедей дәл тауып, өлшей алатын деңгейге жетті. Психологияның екі әлемі. Төртінші слайдқа назар аударсақ, мұнда олы бөлініс, психологияның екі әлемі бейнеленген. Біздің алдымызда бір-біріне қарама-қайшы екі түрлі қағаз фактурасы тұр. Сол жақта жыртылған қоңыр крафт қағаз, ал оң жақта геометриялық торкөзді таза ақ қағаз. Бұл тұрмыстық даналық пен қатаң ғылыми парадигма арасындағы іргелі қақтығыстың көрінісі. Сол жақтағы тұрмыстық білім бұл біздің күнделікті өмірден алатын тәжірибеміз. Шын мәнінде біз бәріміз де өмірде стихиялық түрде психологпыз. Біз адамдардың мінез құлқын бақылаймыз, олардың әрекеттерінен қорытынды жасаймыз. Алайда бұл білім жүйесіз әрі өте субъективті. Оң жақтағы торкөзді қағаз ғылыми білімді білдіреді. Ғылыми психология бұл кездейсоқ бақылаулар емес, ол физика, химия және биология сияқты жаратылыстану ғылымдарының қатаң заңдары мен әдіснамасы бойынша құрылған тұтас жүйе. Ортадағы кішкене карточкалардағы фундаменталды айырмашылық неде деген сұрақ бізді осы екі әлемнің түбегейлі айырмашылығын түсінуге шақырады. Тұрмыстық психология интуицияға сүйенсе, ғылыми психология дәлелденген фактілер мен объективті заңдылықтарға сүйенеді. Екі әлемнің әдістері мүлдем бөлек болғанымен, олар адам табиғатын толық түсінуге жол ашады. Білімді игеру. 5-ші слайд матрица, білімді игеру деп аталады.
Бұл жерде интуициялық тәуекел мен эксперименттік тұрақтылық арасындағы күрес талданады. Ортадағы көрнекі бейне Пиаже феномені, әртүрлі пішінді ыдыстарға құйылған судың көлемін бағалаудағы баланың қателігі. Бұл феномен тұрмыстық психологияның кемшілігін көрсетеді. Тұрмыстық психологияның контексті әрқашан нақты, стихиялық жағдайларға негізделеді. Оның мотиві туындаған мәселенің эмоциялық тұрғыдан маңызды шешімін жылдам табу. Сондықтан ол интуитивті әдісті қолданады. Ал интуиция Пиаже тәжірибесіндегідей алдамшы болуы мүмкін және қателікке ұрыну тәуекелі өте жоғары. Екінші жағынан, ғылыми психология мүлдем басқаша жұмыс істейді. Оның контексті алдын ала жоспарланған, бақыланатын эксперимент, яғни типтік, арнайы жасалған модель. Ғылыми зерттеудің мотиві жай ғана бір мәселені шешу емес, адам мінез-құлқының терең заңдылықтарын анықтау және тану. Сондықтан ғылым ұғымдық әдісті, яғни гипотезаларды қалыптастыру және оларды қатаң тексеру тәсілін қолданады. Осы матрица арқылы біз ғылыми тәсілдің адам танымдағы интуитивті қателіктерді қалай түзете алатынын анық көреміз. Тәжірибені сақтау және беру. 6-шы слайд матрица тәжірибені сақтау және беру тақырыбына арналған. Мұнда біз эмпирикалық даналық пен логикалық жүйенің қалай сақталатынын салыстырамыз. Сол жақта бей-берекет жатқан көне қағаздар үйіндісі, бұл тұрмыстық психологияның тәжірибесі. Оның сақтау бірлігі мақал-мәтелдер мен халық даналығы. Бұл даналық өте терең болғанымен, оның логикасы мүлдем бей-жай қарайтын эмпирикалық шынайылыққа негізделген. Яғни, бір мақал екінші мақалға қайшы келуі әбден мүмкін. Оны басқаға беру де өте қиын, өйткені нақты контекстті, сол жағдайды қайта құру мүмкін емес. Сондықтан мұнда кумулятивті жинақтаушы тәжірибе аккумуляциясы жоқ. Оң жақтағы мінсіз тәртіппен орналасқан алфавиттік каталог жәшіктері ғылыми психологияның жүйесін бейнелейді. Ғылымда сақтау бірлігі бұл қатаң тексерілетін гипотеза. Ол ешқашан қарама-қайшы келмейтін, дәл логикалық жүйенің бірлігі болып табылады. Ғылыми білімді басқаға беру шарттарды толық және нақты есепке алу арқылы жүзеге асады. Дәл осы қасиет ғылымның кумулятивті жинақталуын қамтамасыз етеді. Исаак Ньютон айтқандай, біз алыптардың иығында тұрмыз. Яғни, әрбір жаңа ғалым алдыңғы ұрпақтың жүйеленген, дәлелденген білім қорын пайдаланып ғылымды дамытады. Гуманитарлық парадокс. 7-ші слайд бізді өте күрделі мәселе гуманитарлық парадокспен таныстырады. Неліктен психология ешқашан таза физика немесе химия бола алмайды? Экранда бір-бірін скальпельмен кесіп жатқан екі қағаз қолдың бейнесі көрсетілген. Бұл психологиядағы зерттеуші мен зерттелушінің өзара әсерінің керемет метафорасы. Жаратылыстану ғылымдарында физика, химия зерттелетін нысандар атомдар, молекулалар немесе тастар. Олардың ішкі белсенділігі мен жаны жоқ, олар пассивті объектілер. Тас өзін кім және не үшін зерттеп жатқанын білмейді. Ал психологияда жағдай мүлдем басқаша. Психологияның зерттеу объектісі адам. Адам бұл жай ғана зерттелетін пассивті объект емес. Ол бір мезгілде танушы, ойлаушы және сезінуші субъект. Осыдан келіп парадокстың негізгі салдары туындайды. Зерттеуші, ғалым мен сыналушы, адам тәжірибе барысында өздерінің қатысуымен ғана объективті шынайылықты сөзсіз бұрмалайды. Сыналушы өзін зерттеп жатқанын білген сәттен бастап, оның мінез құлқы өзгереді. Ол тәжірибенің мақсатын болжауға, ғалымға ұнауға, немесе керісінше қарсыласуға тырысады. Бұл адамды зерттеу процесін әлдеқайда күрделі етеді. Зерттеуші эффектісі 8-ші слайдта біз зерттеуші эффектісі ұғымына тоқталамыз. Психологиялық фактінің өзі ғалымның оны қалай түсіндіретініне, қандай парадигмаға сүйенетініне тікелей байланысты екенін көреміз. Экранда екі түрлі тарихи кейс көрсетілген. Біріншісі гипстегі қол кейсі 19-20 ғасырлар. Ескі тәсіл бойынша ғалымдар сезім мүшесін пассивті қабылдағыш деп санап, адамның қолын гипстеп зерттеген. Алайда жаңа тәсіл бойынша органның белсенді зерттеуші екені анықталды. Қолды гипстен шығарып, оған еркіндік берген кезде, адамның сезімталдығы бірден 5 есе өскен. Бұл ғалымның қате әдістемесі нәтижені қалай бұрмалайтынын көрсетеді. Екінші кейс Джером Брунердің сәбиі. Брунер сәбиді зертханада анасынан оқшаулап зерттеген кезде, бала жасанды түрде өте төмен интеллект көрсеткен. Бұл ғалымның үлкен қателігі еді. Кейін парадигма ауысып, сәбидің анасынсыз толыққанды өмір сүрмейтіні мойындалды. Зерттеудің талдау бірлігін өзгертіп, анасы мен баланы бірге зерттегенде, объективті нәтижелер түбегейлі жақсарып, сәбидің нақты жоғары танымдық қабілеттері ашылды. Бұл мысалдар зерттеушінің алдын ала орнатылған сенімдері ғылыми шындықты қалай өзгертіп жіберетінінің дәлелі. Сыналушы эффектісі, Вольф Мессинг кейсі. 9-ші слайдта сыналушы эффектісі қарастырылады.
және ол атақты Вольф Мессингтің кейсі арқылы өте қызықты түсіндіріледі. Экранда аспаннан түскен жарық сәулесі, келімсектер кемесі мен қуыршақ сияқты жіппен басқарылатын адам бейнеленген. Вольф Мессинг адамдардың ойын оқи алатын феноменалды қабілетімен танымал болды. Ғылым, мысалы, ғалым Леонтьев мұны өте қарапайым түрде түсіндірді. Бұл идиомоторика, яғни ойдан туындаған бұлшықеттердің көрінбейтін микроскопиялық қозғалысы. Мессингтің организмі осы микроқозғалыстарға аса жоғары сезімталдыққа ие болған. Алайда сыналушының, яғни Мессингтің өз түсіндірмесі мүлдем басқа болды. Ол өзін жерді құтқаруға жіберілген келімсекпін деп шын жүректен сенген. Ең маңызды қорытынды мынада: психолог пациенттің немесе сыналушының осы жеке мифологиясын қабылдауға мәжбүр. Егер ғалымдар Мессингке оның келімсек емес екенін ғылыми түрде дәлелдеп, оның өз ерекшелігіне деген сенімін бұзса, оның феноменалды қабілеті де жоғалып кетер еді. Өйткені психологияда адамның ішкі сенімі, оның мифологиясы оның физикалық мінез-құлқын тікелей басқарады. Ғалым мен пациент бір тұлғада. 10-шы слайд бізге ғылым мен тұрмыстық өмірдің бірігуін, синтез, ғалым мен пациент бір тұлғада деген тақырыппен ұсынады. Мұнда кітаптың ішінен шығып тұрған театр маскалары бейнеленген. Бұл шығармашылық пен жан азабының егіз екенін білдіреді. Нақты мысал ретінде сатирик жазушы Михаил Зощенконың ақыл ой туралы повесть еңбегі алынған. Жағдай былай болды. Зощенко бірінші дүниежүзілік соғыста газ шабуылынан кейін өте ауыр депрессияны бастан кешіреді. Өзін емдеу үшін ол ғылыми құралды өзіне бағытталған ең ерте балалық естелікті іздеудің фрейдтік психоанализ әдісін қолданады. Нәтижесінде ол дертінің түпкі себебін тауып, өзін-өзі сәтті емдеп шығады. Бірақ бұл жерде қайғылы шығармашылық парадокс туындайды. Депрессиядан және ішкі қорқыныштарынан айыққан жазушы өзінің ертедегі керемет сатиралық шығармашылығынан ұят санап, оны жоюға тырысады. Оның юморының қайнар көзі сол ішкі неврозында жатқан еді. Бұл мысал бізге өте маңызды сабақ береді. Суретші өзін ғылымның, өнердің көмегімен емдей алады, бірақ психологиялық ауруды алып тастағанда, адамның ішіндегі данышпанды да байқаусызда өлтіріп алуы әбден мүмкін екенін көрсетеді. Өмір ғылымды қоректендіреді. 11-ші слайд синтез өмір ғылымды қоректендіреді деп аталады. Бұл жерде қарапайым тұрмыстық ереженің қалайша күрделі психотерапиялық құралға айналғаны көрсетіледі. Экранда шексіздік белгісі, Мебиус лентасы түрінде бұралған симптом сөзі көрсетілген. Ол біртіндеп бөлшектерге ыдырап жатыр. Тұрмыстық даналық бізге мынадай қарапайым ақиқатты айтады. Егер бірдеңені қатты шектен тыс қаласаң, ол ешқашан орындалмайды. Көрнекті психолог Виктор Франкл осы қарапайым өмірлік заңдылықты алып, оны ғылыми трансформациядан өткізді. Ол мұны логотерапиядағы парадоксальды интенция әдісіне айналдырды. Бұл әдістің негізгі ережесі: егер симптомнан арылғың келсе, одан қашпа, керісінше соны әдейі күшейтуді тіле. Бұл қалай жұмыс істейді? Мысалы, жазу жазғанда қолы дірілдейтін бухгалтерге Франкл: енді сіз әдейі, барынша нашар, шимайлап жазуға тырысыңыз деп кеңес береді. Бухгалтер әдейі дірілдетуге тырысқанда, оның ішкі кернеуі кетіп, қолының дірілі басылады. Немесе полиция алдында қатты тұтығатын адамға, қазір кіргенде әдейі, барынша қатты тұтығуға тырыс дейді. Нәтижесінде ол адам мінсіз таза сөйлей бастайды. Бұл өмірлік тәжірибенің емдік құдіретін көрсетеді. Ғылым өмірге енеді. 12-ші слайдта біз кері процесті, яғни синтез, ғылым өмірге енеді құбылысын байқаймыз. Енді ғылыми терминология адамдардың өзін-өзі түсінуінің жаңа, күнделікті құралына айналуда. Экранның сол жағындағы қатаң психоанализ және физиология сөздері бірте-бірте пикселдерге ыдырап, оң жақтағы жайлы креслосы мен шамы бар жылы тұрмыстық бөлме көрінісіне айналып жатыр. Мұның жарқын мысалдары ретінде Зигмунд Фрейдтің комплекс ұғымын алуға болады. Бастапқыда қатаң ғылыми термин болған бұл сөз қазір поп мәдениетке сіңіп кетті. Адамдар өздерінің негізсіз қорқыныштары мен қайшылықтарын менің комплекстерім бар деп оңай сипаттайтын болды. Екінші үлкен мысал Ганс Селе енгізген стресс ұғымы. Бастапқыда бұл жануардың өлім қаупіне беретін таза физиологиялық реакциясы ретінде зерттелген еді. Бірақ бүгінде стресс адам жай-күйінің тұрмыстық өлшеміне айналды. Біз оны эмоционалды стресс, мінез құлықты бұзатын жағымсыз күй, немесе операционалды стресс, жұмыс істеуге қажетті пайдалы тонус, энергия деп күнделікті өмірде кеңінен қолданамыз. Ғылым осылайша біздің күнделікті сөздік қорымызды байыта түсті. Жаңа ғылым қайдан пайда болады? 13-ші слайдта психологияның сан салалы табиғатын көрсететін салалар ағашы, жаңа ғылым қайдан пайда болады, схемасы берілген. Бұл ағаштың тамыры да, бұтақтары да өте көп. Негізгі қағида мынау: жаңа ғылыми сала адам жүйелі түрде қателіктер жіберетін нақты өмірлік проблемалық аймақтарда туындайды.
Ағаштың бұтақтары бірнеше критерий бойынша бөлінеді. Біріншіден, адамның қызмет түрі бойынша салалар бөлінеді: инженерлік, еңбек, педагогикалық және спорттық психология. Екіншіден, зерттелетін субъект бойынша бөлінеді: белгілі бір ұлттарды зерттейтін этнопсихология, балалардан бастап қарттарға дейінгі жас ерекшелік психологиясы, қоғамдағы әлеуметтік психология және жануарларды зерттейтін зоопсихология. Үшіншіден, нақты мәселе бойынша бөлінеді: ми жарақатынан кейінгі өзгерістерді зерттейтін нейропсихология немесе психикамен сау мидың байланысын зерттейтін психофизиология. Ең қызықты мысал ретінде инженерлік психологияның пайда болуын айтуға болады. Екінші дүниежүзілік соғыста әскери техниканың адамның қабылдау ерекшеліктеріне сәйкес келмеуінен жаппай істен шығуы ғалымдарды адам факторын зерттеуге итермелеп, жаңа ғылым сапасын тудырды. Әдістердің ауысуы артында. 14-ші слайд бізге пәннің эволюциясы, әдістердің ауысуы артында деген тарихи көріністі ұсынады. Кез келген ғылым пәні екі нәрседен тұрады: зерттелетін объект және оны зерттеудің нақты әдісі. Психология тарихында бұл объект үш үлкен кезеңнен өтті. Экрандағы үлкен көз А кезеңді, яғни сана кезеңін білдіреді. Бұл кездегі негізгі әдіс интроспекция, іштей бақылау немесе субъективті есеп беру болды. Ғалымдар сыналушының өз ішкі сезімдері туралы айтқанына абсолютті сенім артты. Алайда бұл сенім дағдарысқа ұшырағанда И кезең басталды: бұралып жатқан механизмдер бейнеленген мінез-құлық кезеңі, бихевиоризм. Мұнда адамның ішкі сезімдері емес, тек көзбен көруге болатын сырттай бақылау әдісі қолданылды. Мақсат стимул мен реакцияларды бекіту және мінез-құлықты сырттан басқару болды. Соңында су астындағы мұзтау бейнеленген АИ кезең келді. Бұл бейсаналық психоанализ кезеңі. Зигмунд Фрейд адамның сөздері де, сыртқы әрекеттері де оның жасырын, нағыз мотивтерін тікелей ашпайтынын дәлелдеді. Адам мінез-құлқын басқаратын негізгі күштер санадан тыс, бейсаналықта жасырылған. Психологияның қол жетпейтін екі арманы. Құрметті тыңдармандар, міне, біз саяхатымыздың соңғы 15-ші слайдына да жеттік. Бұл слайд психологияның қол жетпейтін екі арманы деп аталады. Экранда берік тас іргетастың үстінде тұрған антикалық ғибадатхана бейнеленген. Бұл ғылым мен мыңжылдық тұрмыстық тәжірибенің мәңгілік диалогының символы. Жас ғылым ретінде психология әрдайым екі үлкен, бірақ қол жетпес арманның жетегінде болды. Бірінші арман таза жаратылыстану ғылымына айналу. Бұл иллюзия. Бұл арман ешқашан орындалмайды, өйткені психологияның объектісі, адам, әрқашан ерік жігері бар, алдын ала болжауға келмейтін және экспериментті өз бетінше бағалайтын белсенді субъект болып қала береді. Екінші арман тұрмыстық психологияны толығымен алмастыру. Бұл да иллюзия. Қаншалықты дамыған болса да, ғылым мыңжылдық эмпирикалық тәжірибені жоя алмайды. Себебі сол ғасырлар бойы жиналған тұрмыстық тәжірибе бұл ғылыми тұжырымдамалардың өзі тұра алмайтын ең басты іргетас, әлгі ғибадатхананың астындағы берік тастар. Қорытындылай келе, шынайы психологиялық білім бұл ғылым мен өмірдің тең дәрежедегі диалогы. Ғылым біздің тұрмыстық тәжірибемізді тексеруге көмектеседі, ал шынайы өмір өз кезегінде ғылымға нағыз мағына бітіреді. Назарларыңызға рахмет.